Сәлеметсіздер ме? Сіздермен цифрлы ұстаздар тобы. Сабақта геймификация әдістерін пайдалана отырып, оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру, оқу материалының игерілу сапасын жақсарту және сыныптағы ынтымақтастық пен бәсекелестікті күшейту, ойын элементтері арқылы оқу үдерісін түрлендіріп, оқушылардың жеке, жұптық және топтық жұмыс жасау дағдыларын дамыту мақсатында цифрлық сауаттылық бағыты бойынша сабақта геймификация тақырыбын ұсынамыз. Цифрлы ұстаз әрбір шәкіртін шабыттандыра білу керек. Цифрлы ұстаз болудың басты мақсаты білім сапасын арттыра отырып, оқу тәрбие процесін жеделдету және жеңілдету. Ал ұстаздың қабілетін арттыру үшін оқу процесінде компьютерлік ойын құралдарын қолдану біріншіден субъектінің білім беру қызметіне неғұрлым күшті және сапалы көңіл бөлуге деген ынтасын күшейтетіні, екіншіден мақсатқа жету ықтималдылығын арттырады. Ойын феномені педагогикалық зерттеулер үшін маңызды көрінбегенімен, қазіргі альфа буынды ұрпақтар немесе цифрлық аборигендер ұрпағының өсіп келе жатуы, жобалық технологиялыққа көшу бізді ойындардың, соның ішінде компьютерлік ойындарды меңгеретін иннотехник болып, іс-әрекеттегі рөліне жаңа көзқараспен қарауға мәжбүр етеді. Осы орайда геймификация деп аталатын адам қызметімен басқарылатын, нәтижелі білім беруге ықпалын тигізетін ойындар механикасын оқу процесіне енгізудің маңыздылығына тоқталғым келеді. Геймификацияның мақсаты мен күтілетін нәтижесі аудиторияның әдеттегі мінез-құлқын өзгертуге, белсенділікке қатысу болып табылады. Бұл әдісті пайдаланудың тиімділігі нақты мақсатқа жетуге, көңіл күй көтерілуде, мадақтауда, керемет идеялар туғызуға, қиындық деңгейді жеңуге, тәжірибені ынталандыруға, бақталастыққа келеді. Интернет арқылы ұйымдастырылған және геймификациялық ресурстарға мыналарды жатқызуға болады. Kahoot, Quizlet, Learning Apps, Lumia, Educaplay, Bamboozle және тағы басқалар. Қазіргі альфа буынды балалар ұстаздың шеберлігіне сай ғана құрметтейді деп санаймын. Себебі білімге, күшке емес, ептілікке тоқтаған заман болды. Заманауи жоғары технологияларды пайдаланып, коллаборативті орта құру арқылы ғана біз ұстаздар сапалы білім беруге қол жеткіземіз. Оқушыларды өзіне қаратып, қызықтыра білу ұстазды шыңға жетелейтіні анық. Жоғарыда айтылған білім беру әдістерін үздіксіз әр сабақта пайдаланатын болсақ, келесі нәтижелерді оқушымыздың болашақ ұрпақтың бойынан көреміз демекпін. Өзі бойындағы күшті және әлсіз жақтарды дұрыс бағалайды. Өзінің біліміне деген сенімділік артады. Оқу процесінде қызығу мен қуану болады. Ішкі ынтасы күшейеді. Адамдардың пікірлеріне толерантты және құрметпен қарайды. Коммуникативті дағдылары дамиды. Барлық салада креативті бола алады. Тез өзгеретін жағдайларға бейімделе білуді, күрделі мәселелерді шешуді, көш басшылыққа ынталану, тағы басқа инновациялық мінез-құлыққа ие болмақ. Ұстаздар қауымы заманның сиқырлы әлемінен қалыс қалмауымыз керектігін айта келе, ұлы Абай атамыздың ақырын жүріп, анық бас еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас үйретуден балаға деген сөзімен қорытындылаймыз. Жалықпайық, жаңаға бейім болайық.